Башыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай дәмді болып шығатын нан салманың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен менің арнама тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетіп қойыңыздар. Ең алдымен бізге қажетті заттар: етімізді, картопты және пиязды турап аламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәбіз, болгар бұрыштарын қосып отырсаңыздар болады. Ал енді картопты тураймыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша үлкен, кішкентай көлемде турасаңыздар болады. Мен енді мұздатылған болгар бұрышын тураймын. Ал міне біздің етіміз, пиязымыз, болгар бұрышымыз, картопымыз барлығы туралып дайын болды. Енді оны қазанға қуырамыз. Қазанға жақсылап қыздырып, ең алдымен бір бокалдай май құямыз. Майды жақсылап қыздырамыз. Ал енді кезекте етті, пиязды, бұрышты бірден салып мен қуырамын. Бөлек-бөлек салып қуырып алсаңыздар да болады. Жақсылап қуырамыз, қызарғанша, әдемелеп. Ал енді кезекте томат пастасын қосып, оны да жақсылап араластырамыз. Ал енді картопты саламыз. Оны да жақсылап қуырып аласыздар. Міндетті түрде тұз саламыз. Оны да жақсылап араластырып, мүмкіндігінше қазанның қақпағын жауып қуырғандарыңыз жақсы. Картопымыз езіліп, әдемі болып пісетін болады. Дәміне қарай лавр жапырағын, бұрыш қоссаңыздар болады. Ал ендігі кезекте суды құямыз. Суды құйып қайнатамыз. Суымыз қайнағанша қамырды елеп аламыз. Ол үшін бізге 1 стақан су, 1 жұмыртқа және тұз қажет болады. Міне қамырымыз дайын болды. Енді оны бөлікке бөліп жаямыз. Қамырды елеп болған соң 10 минутқа 15 минутқа тындырып қойыңыздар. Демін басу үшін.
Міне қамырымыз жайылып дайын болды. Жұқалығын 5 бармақтың қамырына жайғандай етіп жұқа етіп жаясыздар. Қамырды жайып, оны кептіріп аламыз. 20-15 минутқа қалдырасыздар. Даже одан да көпке қалдырсаңыздар болады. Кепкен қамырды видеода көрсетілгендей оқтайға орап, ортасынан екіге бөліп, оны біріктіріп, үлкен кеспеге турағандай етіп, одан үлкенірек етіп турап кесесіздер. Видеода көрсетілгендей жасайсыздар. Қамырды кесіп болған соң, қазанға бөлек су қайнатамыз. Суға міндетті түрде тұз қосамыз. Подливымны мен бөлек кішкене ыдысқа құйып алдым, ал үлкен қазандағы қайтадан су құйып қайнаттым. Енді қайнап тұрған суға қамырымызды салып, оны пісіріп аламыз. Қазанның бетін жауып, қайнағанша күтесіздер. Қайнаған соң бетін сразу ашып, әйтпесе тасып кетуі мүмкін. Сразу ашып, пісіріп, қамырды сүзіп аласыздар. Ал міне піскен қамырдың үстіне жаңағы подливті құйып, бетіндегі жақсылап араластырып, қамырларын барлық шетіне тиетіндей етіп араластырып құясыздар. Әйтпесе қамырларыңыз жабысып қалуы мүмкін. Айтпақшы, судан алған соң қамырды тез подлив құю керек. Әйтпесе сіздің қамырларыңыз жабысып қалуы мүмкін. Бұл қамырды салатын кезде ең соңында жылдамдық қажет болады. Мүмкіндігінше тез жасасаңыздар, қамырларыңыз жабыспай, езілмей, әдемі болып пісетін болады. Соңында бетіне картоптың, етін саласыздар. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады.